Қайырлы күн қыздар. Бүгін біздер дрожжевое тестімен дайындалатын духовкада пісірілетін пицца дайындаймыз. Менімен бірге болыңыздар. Менің каналымда бірінші рет болсаңыз, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, видеомды соңына дейін қараңыздар. Рахмет. Қамыры керемет жұмсақ және жұқа болып шығады. Ал салмасын өзіңіздің қалауыңызша салуға болады. Шұңғыл ыдысқа 250 грамм жылы су құямыз. Бір шай қасық қант қосамыз. Жарты шай қасық тұз. 9 грамм дрожжи қосамыз. Елу грамм сұйық май. Қасықпенен былғап, бетін пищевой пленкамен жауып, 15 минутқа қоя тұрамыз. Беш минуттан кейін апарамыз дайын. Енді пленканы ашып, ішіне ұн салып, апаттының көмегімен тесті басамыз. Одан соң қолдың көмегімен тығыздау қамыр басамыз. Жұмсақ қамырымыз дайын. Үстін тағы да пищевой пленкамен жауып қоя тұрамыз. Мінекей жұмсақ қамырымыз дайын. Енді жұқалап жайып аламыз. Противенімізді майлап, үстіне төсейміз. Салмасын қалауыңыз бойынша салуға болады. Ең астына майонез бен кетчупымызды жағып аламыз. Үстіне мен маринованный қияр салдым. Одан кейін түрлі колбаса салдым, яғни шұжық. Жарты пиязды ұсақтап кесіп салдым. Және ең үстіне әрине ірімшік. Молырақ болғаны әрине тәттірек болады. Менің духовкамда 25 минутта пісіп болды. 180 градуста 25 минутта пісті. Сіз өзіңіздің духовкаңызға қарайсыз. Қысылай күйде қамыры өте керемет жұмсақ естіледі. Бұл ингредиенттермен 2 шағын пицца дайындауға болады. Мен біртала үлкенін пісірдім. Кесіп көрсеткенде мінекей асты қатты күймей керемет болып піскендігі көрініп тұр. Өзі жұмсақ, дәмі тілге ерер. Осы рецептпенен міндетті түрде дайындап көріңіз. Сізге де ұнайды деп сенемін. Сіздермен бірге болған сиқырлы тағам каналы және мен Дана. Астарың дәмді болсын.